жан дүниемнің лүпілін өз халқыма арнадым деген жыр жолдары көпшілікке мектеп қабырғасынан таныс. Талай оқырманның жадында жатталып қалған бұл құдіретті жолдарды жазған үлкен жүректі ұлы Пушкин 1833 жылдың күзінде осы Оралға келіп, Пугачев көтерілісін зерттеп, жергілікті ауыз әдебиетіне құлақ түрді. Қозы көрпеш баян сұлу хикаясында естіп толғана таңырқанды. Бұл жерде сондай-ақ Владимир Даль, ақын Жуковский, Лев Толстой мен Короленколардың болғанын айтпасқа болмайды. Осылардың бәрінде жайық еріктілерінің, Карл Маркстың тілімен айтқанда, Қазақ Республикасының ерекше тарих қызықтырған еді. Шаляпин. Дарын әнші мұнда 19 жасында келген. Сол кездері оны тыңдағандардың ішінде татар әдебиетінің болашақ классигі Ғабдолла Тоқайда болуы әбден мүмкін. Ол осы Оралда революционер ақын болып қалыптасты емес пе? Сондай-ақ Сәкен Сейфуллин мен Алексей Толстойдың, Мұхтар Әуезов пен Аркадий Гайдардың, Всеволод Ивановтың, Константин Фединнің, Тайыр Жароковтың, Михаил Шолохов пен Жыла Молдағалиевтің творчестволары да осы қаламен байланысты. Кешегінің ескерткіші мен қазіргінің сәулетті үйлері қатар орналасқан қала көшелерімен бүгінде Оралдың жаңа ұрпағы асыға басып жұмыстарына ұмтылады. Көппен бірге КПСС 26-шы съезінің делегаты, Қазақ ССР жоғарғы советінің депутаты Ұлпаш Рысқалиева да мех комбинатындағы өз цехына жұмысқа түседі. Ол еңбек еткен ширек ғасыр ішінде Оралдың мына байырғы кәсіпорнында талай өзгерістер болып жатты. Жаңа цехтар ашылып, көбі қайта жарақталды. Комбинаттың өнімі де өзгеріп, әдеміленіп, түрленіп шығатын болды. Қаланың басқа да кәсіпорындары өсіп дамып отырды. Олардың бәрі де өнімінің сапасының жақсарып, санының өсуін қамтамасыз еткен. Басқаша айтқанда, талабы өскелең халқымыздың қажетін жан-жақты өтеу олардың басты мақсаты болды. Жоққа жүйрік жетпейді демекші, Оралдан индустрия алыптарын іздеу қажет емес. Бірақ қала өз атына кір келтірмеуге тырысады. Өйткені мұнан шығатын өнімдер ондаған адрестерге жөнелтіледі. Біздің қай-қайсымыздың да құнымыз бен беделіміз
еңбегіміздің нәтижесіне байланысты екені сөзсіз. Әйтсе де кейде ойламаған жерден біреуінің жаңа бір игі қасиет ашылса, ол қатарынан оза шығады емес пе? Орал механика заводының токарі Александр Александрович Гараның суретші екенін білгенде, достары оған өзгеше құрметпен қарайтын болды. Оның тарихи оқиғаларға арнап салған суреттерін қаланың мектептері мен музейлерінен көруге болады. Ал суретші өзінің жаңа еңбегін Оралдың бүгінгі бейнесіне арнамақ. Мәне ол таңғажайып тарихы бүгінгі салтанатының негізі болған бүгінгі Орал. Ал оның бүгіні ертеңіне тамаша негіз болатыны анық.